Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгінгі подкастымыздың а, қонағы Нұрдәулет. Нұрдәулет, сөз кезегі өзіңде таныстырып өтсе. Бәріне сәлем. Мен есімім Тұрарбеков Нұрдәулет. Ахмет ұрпақтары дебат клубының перваші, то есть жас буыны. Дебаттағы опытым мектеп лигасында қатты ойнамаған, бірақ қызығушылық болды. Дебаттағы опытым өзім үшін 1 жыл енді келген первашпын. Бұға қарай нақтырақ айта кетсек. Жақсы. Осы кезекте сенің тұлға ретінде қалыптасуына немесе сенің тұлға ретінде дамуына дебат қаншалықты әсер етіп жатыр? Дебатқа кіргеннен бастап, кірмей тұрып немесе кіргеннен кейінгі өзімді салыстырсам, өте көп айырмашылықтар көп. Менің тұлға ретінде қалыптасуыма, яғни белгілі бір жерде сөйлей алуыма немесе орынды түрде ойланып айтуыма, бірдеңелер жасаған кезде немесе там айтады ғой, андай аккуратно жасауға, көп нәрсені ойлануға, там баспен деген секілді ғой, көп әсер етті. Мен 7 ай болды осы дебатта жүргендігіме. Осы Қостанай облысындағы дебатта именно осы мені көп өзгертті, көп жаққа көзқарасымды өзгертті. Мен кейбір нәрселерге нейтралды түрде қарай алуыма деген сияқты көптеген өзгерістер жасап маған. Жақсы. Сен үшін қалыптасқан тұлға ол қандай тұлға? Қалыптасқан тұлға өз ойын ашық түрде еркін жеткізе алатын, ешкімнің мнениесіне, ешкімнің пікіріне қатты назар аудармайтын, өзіндік принциптері бар, өмірге деген белгілі бір мақсаттары бар, там не істеу керектігін білетін, кіммен қалай қай жерде сөйлесу керектігін, там кез келген шаруасы нақты аккуратно бола алатын. Мен үшін қалыптасқан тұлға осындай ой елестейді. Жақсы. Осы кезекте жаңа подкастымыздың басында сен Ахмет ұрпақтары дебат клубын айтқан болатынсың. Не себепті Ахмет ұрпақтары? Мен Қостанайға оқуға түскен кезде іздедім, қандай бір үйірмелер бар екен, там қатысуға болатын. Барлығына бірдей қатысқым келді, бірақ енді сабақ бар, анау бар, мынау бар, уақыт жоқ. Енді белгілі бір үйірмеге қатысқым келді, дебатты іздедім. И болады ғой, андай инстаграмына барасың да, там подписка қопардың, Байтұрсын университетін, и кімдерге подписан. Сразу Ахмет ұрпақтарын көрдім, что за клуб, кірдім, қандай үйірме, қарадым, тарихын қарадым, там қопардың историяларын деген сияқты ғой. Енді көрдім, көрейінші бағымды сынап деген сияқты. Мүмкін жолым болар, мүмкін болмаса басқа бір жерге барамын, басқа бір клубқа кіремін деген сияқты. Солай үйренісіп кеттім. Басында мен аса қатты не істеген жоқпын, рөл атқарған жоқпын ол жерде, просто жүрдім, там группасында болдым, там агитацияларына бардым. Қатты мен қызығушылық болмады. Мен бара и бәсекелестік бола бастаған кезде мен өзімнен артта қалып бара жатқанымды түсіндім. Солай қазіргі деңгейіме жете алдым. Сенімен бірге сұхбат беріп отқанымның өзі соның арқасы деп ойлаймын қазір. Жақсы, өте қызық екен. Сен үшін Ахмет ұрпақтары қандай 3 сөзбен ассоциация жасауға болады? Абыройлы, қазір айтамын, сөз келмей қалады осындайда. Абыройлы, белгілі бір тәртіптері бар және тәуелсіз. Жақсы. Осы жаңағы сен айттың, белгілі бір тәртіптер бар деп, иә. Биыл жас буын болғаннан кейін бәлкім саған осы тәртіптерді үйрену, я немесе аға буындарға сіз деп сөйлеу бір жат көрінген шығар. Қандай қиыншылықтар болды, я қандай проблемалармен кезіктің сол сәтте? Бірінші агитацияға барған кезде нақты 5 қыркүйек, если қателеспесем, келдік, иә, бізді группада айтылды, там аға буындарға сіз деп сөйлеу деген сияқты. Енді сіз деп айту андай біртүрлі естілді, андай ешкімге айтылмағаннан кейін, өмірімде ешкімге айтпағаннан кейін қиын болды вообще айту маған. Агитацияға барғаннан кезде бізге типа айтты, осылай айтасыңдар деген. Басында үйренісе алмадық, тіпті өзімнің құрдастарым болды, менің аға буындар, орта буындар, кейбіреулерінен үлкен болдым, бірақ сол сөзді айту андай мен үшін басында болады ғой, андай кеуде болып тұр да, андай өзің үлкенсің, бірақ айтқың келмейді, бірақ по-любому айту керексің ана жерде, там өзінің қатарларына айтып жатыр деген сияқты. Екінші курстарға мен айтқым келмеді, шынымды айтайын, сол ең басында келгенде. Менің құрдастарым ғой, атымен айта беруші, бірақ болмайды, сыйластық бұзылады деген сияқты. Сосын ол өзімнің басымдағы сол стереотипті бұздым, там дым да етпейді, просто айту тым әсер етпейді екен, там мен ойлаған басқаша, ертең там басқа таныстарым көрсе, мынау өзімен қатарласқа сіз деп жүр деген сияқты, ұялып деген сияқты, сондай бір жағдайлар болған. Тіпті өзімнің координаторыма да сіз деп айту андай там интернет желісінде көп не істеп қалғанбыз, қырылысып қалғанбыз агитацияға дейін. Сіз деп айтпаймын деп андай өзімше мен кеудемді керіп, сондай бір кездер болған моменттер. Бірақ келгеннен кейін ойым өзгерді.
там айту ешқандай да әсер етпейді еш нәрсеге. Просто Мгм. сыйластықты қалыптастырады ары қарай. Жақсы. Осы кезекте қазір өте актуалды болып жатқан резонансты резолюциялардың бірі бар. Ол жаңағы талант пен еңбекқорлықты салыстыруға байланысты, иә. Кейбір адамдар айтады, таланттың болғаны дебатта өте маңызды, себебі талант болмаса сен дебат ойнай алмайсың дейді, иә. Ал кейбір адамдар айтады, жоқ, дебатта еңбектің көбірек болғаны жақсырақ болады, сен еңбек арқылы өзіңді шыңдайсың дейді, иә. Сен қай типке жатасың, Нұрдәулет? Мен еңбектену типіне жатамын, себебі менде талант болған жоқ. Дебатқа келгенде де адамдардың алдында мен мүлде сөйлей алмайтынмын, ұялатынмын, бетім қызарып кетеді, не айтып жатқанымды білмей, андай ойларым бүйтіп екі жаққа бүйтіп вообще қуып кететін, не айтып жатқанымды білмей. И мен дебатқа келгенде үйрендім осы еңбектену арқылы. Шыққанда қысылмай сөйлеу, еркін түрде ойынды жеткізу, адамдармен еркін түрде араласу, рэспаларға шыққанда немесе белгілі бір турнирларда адамдармен араласу маған қиын емес қазіргі таңда. Мен еңбектену арқылы үйрендім осыны. Ойнай бергім келді, себебі мен адамдардың алдына шығуға қорқатынмын, тіпті камераның алдына немесе басқа бір танымайтын адамдармен сөйлескен кезде сондай бір қиыншылықтар болған. Еңбектенудің арқасында мен келісемін, иә, талантты адамдар бар, мен көргем. Сенің өзің мысалға маған талант ретінде көрінді, мен сені еңбектенуге жатқызбаймын. Бірінші көрген кезде сразу ойладым, туа біткен деген сияқты. Сонда қалай бола салады деген сияқты бір ойлар болған менде басында. Мен де түсіндім, сосын менде ондай талант жоқ, демек мен оны еңбектену арқылы жасай аламын. Рахмет. Енді осы кезекте дебатта, өз басым жеке көп естимін. Менің мамандығым география пәнінің мұғалімі, немесе менің мамандығым ол тарих, сол себепті мен мына резолюцияны точно білемін, өйткені ол менің арнайы білімімді қолдана алатын резолюция дейді, иә. Осы кезекте сенің профессияна тоқталып өтсек, және сенің профессияна байланысты бір Иә, резолюция көп болды байқаймын, ма? қандай резолюциялар мені қызықтырады ма, или қай резолюция, түсінбей қалдым сұрақты, кешірім сұраймын. Аха. Осы кезекте мен айтам, сенің профессияң бар, сенің профессияна байланысты арнайы білімдерді, иә, яғни сен арнайы білімді қолдана алатын резолюциялар кездесті ме? Менің профессияма байланысты Мгм. бір-ақ рет кездесті. Соған өзім қуандым. Қалғандары осыған дейінгі білетін базалық білімімен байланысты болды. Жерлерге, атауларға, белгілі бір проблемаларға, басқа мемлекеттерге, соғыстарға байланысты көп резолюциялар. Бір-ақ рет болды, ол нейросетке байланысты. Мгм. Соған байланысты қазіргі ақпараттық технологиялар қоғамында соған байланысты бір тақырып болды менде. Сол кезде мен қуандым іштей. Мен өзім білемін ол тақырыпты, көп қызығамын деген сияқты. Сол кезде Мгм. еркін түрде ойлай алдым, кейс құруға да, басымда кейстер, не айтуға болатындығын білемін, пайдасын, зияны уже екі жаққа ойланып, қатты қиындық болған жоқ та. Қалған тақырыптарға мен географияға шынымды айтайын қатты емеспін мен. Кейбіреулер болады ғой, прям жатқа білетін барлығын, тарихты білетіндер бар, не болған кезінде, қандай соғыстар болғанын, Рим империясына шейін түсіп кететіндерді көрдім мен. Ол жақты қатты білмеймін да, и маған қиындық тудырады, қарсылық айтқан кезде, бірдеңе сұраған кезде, сұрақ қоюдың өзі. Сосы кезде жаңағындай бір тақырыптар кездескенде қатты қуанамын, бірақ бір-ақ рет кездесіпті өміріме. Жақсы, осы кезекте Нұрдәулет, екеуміз де андай ортақ сұрақ қояйын. БПФ форматы ол өте қызық формат қой, енді 4 стол бар, ол АПФ емес, бір ғана қарсылас емес, сенде 3 қарсыласың бар, иә. Осы БПФ-та саған қай позицияда ойнаған ұнайды? Мынандай ғой, барлығының банальный ұнайтын несі, позициясы жабушы оппозиция ғой. Сараптамада бұрмалап алып кетемін деген бір ой ғой соңындағы. Мгм. Екінші спикер немесе бірінші спикер болғанда маған жабушы үкімет болған ыңғайлырақ. Мен оппозицияны құлатамын, и жабушы оппозицияға түсінікті ғой, бірінші спикер мен екінші спикердің алаңда нүктелер қақтығысады, и соңында жабушы үкіметтің екінші спикері болған маған көбіне ыңғайлырақ болады. Мен мынандай универсалды болып үйрендім. Бұрын мен только бірінші спикер немесе екінші спикер болып жүрген кезде, қара бері фракциясында сағынышпен жүрген кезде мен всегда бірінші спикер немесе екінші спикер солай бөлінетінбіз, кімге тақырыпты қалай түсінеді деп. Қазір мен уже универсалды болдым, сен сияқты ғой, үйреніп алдым уже. Қатты қиын емес. Мынандай қарайсың да, неге болмасқа деген сияқты, қатты қиын емес қой деп. И менің ашушыларымды бірінші ашушы столдарды ойынын төрешіге дәлелдеп беремін, дұрыс еместігін, ойын бойынша жүріп жатпағандығын түсіндіремін да, и ары қарай
хотя бы бірінші немесе екінші ранг алуға тырысамын ойында. Үш немесе төртке таласпаймын уже. Өйткені жабушы апайысымен только менде бір-ақ қарсылас болады уже. Екі ашушыны құлатамын да, қатты қиындық тудырмайды маған осы кезде. Бұрын мынандай ашушы үкімет бірінші түскен кезде мен өзің де білесің ғой, там финалдарға шыққан кезде, жастар финалы негізгі алаңда шыққан кезде всегда мен ашушы үкімет болып қаламын. Қолым сондай бір. И мен жылайтынмын мына жерде кәдімгі. Маған барлығы сен ашушы үкімет болып жаратылғансың деп. Ұнамайды маған ашушы үкімет. И Қостанайдың БПФ-ында ашушы үкімет болып сен ұтуың қатты қиын да. 99% өте қиын. 1% ғана мүмкіндігің бар шығар ұтуға. Финалда келеді да сені барлық үш столда лақтыратын болады ғой. Да, точно сондай ғой. Өткенде финалда көрдік, там Аягөз ханым, Қарагөз ханымдар, мына жақта жабушы үкіметте кімдер отыр? Дәулет мырза мен Нұралы мырза отыр. Ашушы үкімет болып біз соңғы болып қалдық қой, бәрі лақтырып жеп тастап кетті ғой. Етімізді ғана сүйегімізді алдырып. Қиындық тудырады негізі. Астананың БПФ-ында возможно алуға болады. Өйткені Астана айырмашылық бар. Мен көп байқадым, РСП-ға шыққан кезде байқадым оны. Яғни Біздегі БПФ-пен Астананың БПФ-і салыстыруға келмейді екеуі. келісемін, өйткені шынымен де ашушы үкімет болып жоғарғы ранг алу ол әрқашанда Қостанай үшін білмеймін бір қиыншылықтарды алып келеді. Бірақ мен ойлаймын, уақыт өте келе біздің төрешілік жөнделетін болады, және осы төрешіліктің жөнделуінің арқасында білмеймін ашушы үкімет болып смело бірінші ранг ала аламыз деген ойдамын. Енді Дәл солай. маған ашушы оппозицияның рөлінен ойнаған ұнайды. Себебі мен ашушы оппозиция болатын болсақ, всегда екінші спикер болып аламын. Бірінші спикер барлық идеяларды тастаймын, барлық аргумент басында не бар бәрін айтып тастаймын. И ашушы оппозицияның екінші спикер ретінде шығамын да, тек қана ашушы столдарға анализ жасап, и уже ашушы столдар ойын қорытындылап тастаймын да, андай. Маған осы қызметті атқарған өзіме қаттырақ ұнайды. Андай кейстарды салыстыру өзімде емес, жаңағы ойындағы бірінші үлесті қалдырып кеткен жаңағы фреймингтерді, я ашушы столда қалдырып кететін фреймингтерді, немесе олардың айтып жатқан алғашқы спикерлерінің ойындағы үлестерін салыстыру, білмеймін, маған всегда андай өте жеңіл беріледі. Және білмеймін, толықтырулар қалдырудың арқасынан жабушы столға экстеншн жасауға бір какой-то мүмкіншіліктерді өте тар қылып тастау маған жағынан ұнайды. Жақсы. Осы Мен кезекте байқадым, иә, сен мен көп ойнадым ғой, қарсылас болып ойнаған кезде байқадым, және мен ашушы оппозиция, сен менің ашушым болған кезде, оппозициям болған кезде мен всегда төмен аламын рангты, білмеймін. Мен ойланатынмын андай, неге деген сияқты, не айтты ол алаңда. Сол кезде түсіне бастадым. Ол кезде жаспын ғой, 2 ай 3 ай ғана опыт бар. Там түсінбейміз, ППФ-ның андай төрешілігіне қатты түсінбейміз, нені қабылдайды, қабылдамайды. Мен түсінбейтінмін, андай тез сөйлейсің ғой, сен андай бір қолын бүйтіп андай бір нәрсе жазасың еще. Түсінбеймін, тез сөйлейсің де, қарсылықта жазып үлгермейміз да. Кетсе кете берсін, аламыз ғой бір рангты деп әйтеуір. Басында келгенде сондай бір қорқыныштар болған. Мен қорқатынмын да, сен мен Аягөз ханыммен сен болған кезде всегда қарсыласымыз болғанда, хотя бы осы раундта төмен алмау керек, тавтология жасасақ та бірдеңе қылып 2 алу керек деген сондай қорқыныштар болатын басында келгенде. Қазір уже андай ойнағым келеді, қарсылас болып, керісінше мен опыт жинау үшін ары қарай. Негізі қазір мен көп байқаймын өзім Қостанайдың дебатында, иә, жас буындар почему-то жастар финалын алуға емес, негізгі алаңда ойнауға бір приоритеттер қояды. Ол қаншалықты ақталады сенің ойынша? Менің ойымша, менде санасам, осыған дейінгі жастар финалын санасам, облыстықтар барлығын санасам, бір 6 жастар финалында қаталыппын. Ешқайсысын алған жоқпын мен. Менде именно сол соңғы сендер ұйымдастырған тоже жастар финалында қаталдым. И менде ойланамын, соңғы жастар финалым болып, осыдан кейін негізгі алаңға қарай кетемін уже. Өйткені жастар финалында андай приоритетке қою дейтін қаншалықты маңызды емес маған андай жастар финалы қазір уже. Бұрын андай болатын, жастар финалын алсам болды, бір кубок алып алайыншы жастар финалына деп. И уже негізгі алаңға түссем, андай қорқатын, өйткені аламиктер Нұрымжан мырзалар бар келіп жүрді ғой, там Абзал мырзалар бар, барлығы келіп жүрген кезде қорқатын. Негізгі алаңда ше не жоқ, кубок жоқ ол жерде, саған только финалист боласың, болды. Не істейсің, финалист болған дым жоқ. Уже жастар финалынан там бірдеңе ұтып алайық деген бір үміттер болатын да. И уже ұта алмаған кезде менде сәтсіздіктер андай болады да. Жастар финалы неважно, негізгі алаңға лучше там үлкендермен ойнап сол жерде бірдеңе алып кетейін лучше. Там кубок ұта алмағаннан аяқтан там опыт алып кеткенім
дұрысырақ болады деген сияқты. Я негізі ол дұрыс шешім деп ойлаймын. Мен де бірінші курста болған кезде жастар финалын 2-3 рет қатарынан алғаннан кейін бір желанием жоқ болып кетті сол жастар финалын алуға деген. Сосын үнемі негізгі алаңда ойнап көруге қасыма авамниктарды спикер ретінде алып, блин, жаңағы сен айтқандай финалға барып, финалда ашушы үкімет болып, блин, всегда 4-ші рангтар алатынмын. Уақыт өте келе ол нәрсеге жаңағы мен үйреніп қалдым, и 2-ші семестрдің соңғы жақтарында уже жаңағы смело ашушы үкімет болып кубок ала бастадым. Ол мені білмеймін қатты қуантты. Мен ойлаймын, осы жол бәлкім саған келеді. Семестрдің соңғы жағы жақындап келе жатыр. Алда әлі турнирлар бар. Сол турнирларда бәлкім жол болып жаңағы кубок алып қайтарсың. Жақсы. Әумин деп қояйын. Осы жаңағы талант тұлғалар туралы біз айтып жаттық, иә. Сен үшін міне дебатердің таланты ең мықты, иә, осы немесе республикалық турнирларда өткен көріп жүрген, немесе клуб ішінде көріп жүрген, иә, міне осы адамның таланты өте мықты, ол дебатты жақсы ойнайды деп айта алатын бар ма? Бар. Өзімнің клубымнан айтайын. Жалпы Қостанай бойынша айтайын, иә. Қостанай бойынша мен үшін белгілі бір, мен мойындайын, қазір осы подкаст тыңдағанда мүмкін мені білетіндер, танитындар біледі, мен Дәулет Мырза сияқты ойнағым келеді. Ойыны маған өте қатты ұнайды. Прям мен уважаю ана ойынды кәдімгідей. И сосын ол кісінің ЛД ойнағаны и БПФ-тағы ойнағаны маған өте қатты ұнады. И мен талант деп айта аламын сол кісіні. Үлкен аға буындардан айта аламын да, өзімнің клубымнан. Маған бір кумир сияқты болды уже. Мүмкін Дәулет Мырзадан да жоғары ойнайтындар бар шығар. Мүмкін мен көргенім сол. И республикалық турнирларда мен Айолым деген бар. Айолым, 2 Айолым танитын шығарсың. Аха. Семей. Вот Балабек Айолымның ойыны маған өте қатты ұнады. Там Байтұрсын капқа келіп біздің, и мен оны көрдім. Павлодарда президент капта көрдім сол кезде. Жақсы. Осы кезекте жаңағы менің естуім бойынша биыл дебаттағы карьерасын аяқтайын деп жатыр. Жалпы осы сәтті пайдалана отырып оған өзінің рөлдерін айтып қойсам болады. Так. Қалай айтсам болады? Қазір айтамын. Сұрақты қайталасам бола ма? Менде сет дұрыс болмай қалыпты. Жақсы. Осы сәтті пайдалана отырып, Дәулет ағаға өзінің жылы лебіздеріңді жолдап қойсам болады. Егер Дәулет Мырза тыңдап отырса, Дәулет Мырза тыңдап отырса, мен ол кісіге көп алғыс айтамын. БПФ-ті маған көп үйреткені үшін, сосын ЛД қалай Линкольн болып ұтуға көп шансты болатындығын үйретті маған. И мен республикалық жарыстарда Шәкен Нұркен дейтін ойыншыны көрдім. Бір-ақ рет көрдім ол ойыншыны. И ол ойыншының ойынын көргенде мен бірден Дәулет Мырза елестеп, и мен Дәулет Мырзадан сұрағам сол моменттерде. И сіз ол кісі айтқан Шәкен Нұркен Мырзаның ойыны маған өте қатты ұнайды деп. И мен сразу көзіме елестеді. Екі ойыншының ойыны бірдей. И мен уже андай Дәулет Мырзаға алғысымды көп айтамын. Осы кезде мен басқалар үйретпеді демей, БПФ-ті үйретті клубтың ішінде. Бірақ аға буын ретінде ол аз келді бізге дебатқа. Аз келді дегенде, андай сборларға келіп тұрды, бізге тренингтер ұйымдастырды. Сол кезде мен андай көп бірге жүрдік Дәулет Мырзамен. Өйткені маған ұнағаннан кейін қасында бірге болғым келді. Ыбырай сенің қасында жүреді ғой там. Сол сияқты. Сен Ыбырайдың батясысың деген сияқты ғой. Менің де бір батям болды да. Дебаттағы деп. Көп нәрсені сұрап, көп нәрсені білмейтіндерімді сұрап алдым да. Қазір мен бұрын мені менсінбейтін, мен көп байқайтын, онда мен қатты ойнамадым, өйткені мен мойындаймын ол нәрсені. Мен басында келгенде қатты ешкімге қарсылас бола алмадым. Ұтылып қала бердім. И қазір мен уже басқа бір мықты дебатерлардың қарсыласы ретінде, оларды қорқыта алатындай қарсылас ретінде бола алдым. Дәулет Мырзаға осы кезде алғыс айтамын. Сондай бір дәрежеге жеткізе алғандығы үшін мені. Жақсы. Менің естуім бойынша осы жаңағы Ахмет ұрпақтарының экс-президенті Мұртхан Мырза Рудный пікірсайыс альянсын құрған болатын, және
сол альянстың қатарында Нұрдәулетті жаңағы тренерлер ретінде жаңағы мектеп лигасына шақырған болатын. Сен өзіне қандай жаңағы опыт, қандай пікірлер алып қайттың? Иә, бардық. Бұл примерно болды наурыз кезінде, егер қателеспесем, біздің Мұратхан мырза, иә, родный пікірсайыс орталығының жетекшісі болып, сол жердегі дебатты дамытамын деп бұрын болған, сосын басылып қалған, қайтадан көтеру керек болды деп мектеп оқушыларына. И сосын мен өзімнің андай мойындаймын, бізде Ахмет Ұрпақтан келген кезде мен көп тренингте болмадым. Болғанның көзінде мен андай қатты тыңдағым келмеді, өйткені бір рет үйреткенде мен ойладым, бір рет үйретті, болды, қағып аламын деп. И бір рет үйреткенде қағып алдым да, ары қарай менде уже тренингтер керек болды маған, бірақ мен тыңдамадым, там қателіктер жасадым көп. И дәл сол қателігімді мен көрдім ана жақта оқушылардың тыңдағысы келмейді, андай білеміз ғой деп кеудесінде андай не тұрады да, болады ғой, біліп тұрмын ғой, неге айта береді деген сияқты. Көп тренинг негізі қажет ету керек та, мектеп оқушыларына именно. И мен өзімнің қателігімді жасамасын дедім да, көбірек оңайырақ түсіндірдім, қиындап емес, там оңай тілде түсіндірдім мектеп оқушыларына, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ол кезде мен осыған дейін мүмкін тыңдап отырғандар айтатын шығар, перваш болып қалай тренинг там өзі әрең түсінген деген сияқты. Мен әрең түсінсем де, мен дебатта осындай жетістікке жетуіме андай қиын жолмен келдім да, мен өте кеш көріндім, мен өте кеш мойындаймын ол нәрсені. Кеш үйрендім, кеш там көріндім қарсыластарға. И мен сол нәрсені там мектеп оқушыларына жақсы үйрете алдым деп ойлаймын. Там рудный пікірсайыс орталығының там мектеп оқушыларына көп мектептің оқушылары жиналды. Мен олардың бір разышылықтан, қалай ризашылық дей ма, белгілі бір рахметтерін алып кеттім сол жерде. Там оңайырақ түсіндіре алдым деп ойлаймын. Менің ойнау стилімде емес, просто БПФ-ті олар басқаша түсінеді екен әлі де. Сол нәрсені мен там дұрыстағым келді, өзгерткім келген жоқ, просто осындай жерлерде осылай айтуға болады деген сияқты лайфхактар көрсеттім, не істеуге болады, там қандай қарарға байланысты деген сияқты көп дүниелерді оңай тілде, оңай жолмен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Жақсы. Осы тағы да бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы дебатта переломный моменттер дейміз ғой, яғни адамдарды сынайтын осындай моменттер болады. Өзің сондай моменттермен кезіктің бе? Иә, өте көп кезіктім. Әсіресе шындықты айта берейін деп тыңдап отырған адамдар білетін шығар, Мұратхан мырзадан мен көп кезіккенмін. Там бірінші келгенде ол кісі енді үйреткісі келді, и біз именно мен тыңдамадым ғой, тренингтер жаңа айтып кеттім ғой, көп тыңдамадым, бұны тыңдағым келмейді, там білемін деген сияқты кеудемде андай не тұрды да, қойшы білемін ғой деген сияқты, экс президент болса өзіне деген бір менсінбеушіліктер болды, типа кім ол деген сияқты. Енді сол кезде біз клубтың ішінде ойнап жүрген кезде мен өте нашар ойындар көрсеттім, прям өзімнің бір ойнай алатын деңгейіме вообще жете алмадым, тіпті мектеп оқушыларына да төмен деңгей көрсеттім сол кезде андай бір критериялар айтылды маған, андай шыға салса дебаттан вообще не істеп жүрсің, тым ойнай алмайсың, текке перваштардың там ертең парасаттың турнирына немесе там респаға қалай шығасың, біз сендей кезімізде мынандай істегенбіз, там осындай мысалдар келтірген кезде мен андай өзімді ең өмірдегі сорлы адам сияқты сезіндім, тым бітірмей жүрген деген сияқты. Не істеп жүрмін вообще, текке жүрмін, типа андай атмосфера үшін, там қуу үшін, там хата үшін жүрген сияқты сезініп қалдым. И дебатта ол нәрсе маңызды емес та, сен там маңыздысы не үшін жүргендігің ғой, қандай мақсатта жүрген, клуб үшін не істеп жатырсың деген сияқты, там өзің үшін немесе деген сияқты көптеген сұрақтар мазалады да, андай көп мен ойланып и дұрыстала алдым сол кезде. Ешкім андай айтқан жоқ, мен өйткені білдірген жоқпын ешкімге, там мен осындай болып жатырмын деп, просто сол нәрсе айтылған кезде өзіме тікелей қабылдадым, басқаларын білмеймін. Сол кезде мен дұрысталуыма, и мен сол кезде жаңағы Дәулет мырзамен көбірек сөйлестім, типа қалай дұрысталуыма болады деген сияқты оңай жолдарын іздедім. Сондай бір қиыншылықтар болды именно Мұратхан мырзадан. Тыңдап отырса сәлем айтамын, рахмет сол кісіге дұрыстаған үшін сол кезде. Иә, Қостанай дебаты үшін Мұратхан ол өте намысшыл дебатер ретінде білмеймін, мәңгі есте қалады. Өйткені Мұратхан өзін өзі қамшылай алатын, өзін өзі жаңағы андай дамуға, прогресске алып келе алатын дебатер ретінде есте қалды деп ойлаймын. Мұратхан әлі де болсын дебатта болады дегенге мен өз басым жеке сенемін. Енді Үйленіп кетпесе қалуы мүмкін, ол қыз тауып әзір қыз таппайтын шығар деген ойдамыз. енді сенің жеке таланттарына тоқталсақ, иә, сенің қандай таланттарың бар дебаттан тыс?
дебаттан тыс мен домбыра тартамын, домбырамен ән айтқанды жақсы көремін. Там ол болғаннан кейін футбол, волейбол ойнағанды жақсы көремін бос уақыттарымда. Там ұлдармен, там балалармен жиналып паяс ойнағанды жақсы көремін. Көбіне көп мен андай болады ғой, дебатты главный қылып қойғым келмейді. Мен сондай бір принцип бар, типа дебаттық мен андай ғой, бір нәрсені андай қатты қылып приоритет қылып қойсам, сол нәрсеге баспен кіріп кетемін. Мен сондықтан барлығын баланста ұстаған, сол нәрсеге тырысамын да. Көп қателіктер жібердім, өйткені осыған дейін студент болғанға дейін көп қателіктер жібердім. Сабақты там приоритетке қоймай, доптарды там волейболды, футболды приоритетке қойып, ұбт-ға дайындалмаған кездерім болды. Көп қателіктерден сабақ алдым да, қазір енді баланста ұстауға тырысамын барлығын. Бір нәрсені қатты қылып главный болып қойғым келмейді, просто қай нәрсемен айналысып жатырмын, қай уақытта, и сол нәрсені аккуратно и нақты түрде жасағым келеді. Ешқандай қателіксіз жасағым келеді. Жақсы. Қазіргі күні осы дебатта бір проблема бар, иә? Саясат деген көп естимін өз басым. Мына жерде саясат болып жатыр ғой, мына турнирда мынандай нәрсе істеп қойыпты ғой деген сияқты, иә? Сен қалай ойлайсың, ол шынымен де қазіргі күні дебатта бар нәрсе ме? Сен онымен жаңағы шынайы түрде жүздестің бе? Яғни опыт бар ма сен саясаттың жертвасы болған? Бар ғой, мынау айтпаймын прямо андай саясат болды деп. Мен өзімнен іздеймін ол жерде кінәні. Демек мен ұтылып тұрмын ба ол жерде? Типа ол сол клубқа бере салған жоқ өзінің балаларына, просто мен сол жерде әлсіз ойнап қалдым. Неге мен өзімді көрсетпеске, типа жалғыз еткенше болды сондай ойлар. Неге бермейді, там өзінің клубын өзінің балаларына бере береді деген сияқты көптеген турнирларда қадалып қалған кезде сондай ойлар келген. Бірақ ойлана бастадым, там неге именно оларға береді, демек менен мықты ойнап тұр, мен ол жерде әлсіз ойнап қалдым. Келесіде там ондай жерлерде андай ғой, менде андай ғой, финалға шейін қатты ойнаймын да, финалға шығып алсам болды деген бір түсінік болды да менде осыған дейін. Финалда сосын емін-еркін финал ғой, алсам алдым, алмасам жоқ деген сияқты. Сондай бір мүмкін сол түсініктің кесірінен шығар деп ойлаймын. Финалда келген кезде мен немқұрайлылық танытамын көбіне. Сосын ұтылып қалғаннан кейін сондай ойлар келеді, кейде мазалайды сондай. Бармай ақ қой, лучше тағы өздеріне алады, тағы өздеріне береді. Неге бармасқа, көрмеске, мүмкін алып кетермін деген бір ана жақта екінші ойлар болады да. И сол кезде мен андай саясатты көрдім, немесе сондай нәрселерді естідім, мен де көрдім ол нәрселерді, мен де естідім республикалық немесе облыстық жарыстарда. Бірақ қатты емес. Ол нәрсені айтады, андай адамдар бар ғой, екеуміз де естиміз ғой, ой өз клубына бере салып, немесе там бермеді бізге деген сияқты ондай әңгімелер. Там әлсіз, именно сол ойында әлсіз ойнаған спикерлердің сөздері сияқты жалығып сөйтеді ғой, андай өзінің ойынынан өзінен іздемейді кінәні, просто басқалардан іздейді. Иә. Просто қабылдау керек ол нәрсені, дұрысырақ қабылдау керек. Демек сен әлсіз ойнадың, просто осылай. Жақсы. Енді клубтың ішкі саясаты туралы сөйлессек, иә, Ахмет ұрпақтарының ішкі саясаты туралы. Жалпы Ахмет ұрпақтарының ішіндегі міне осы жас буын менің конкурентім, осы жас буынмен мен жаңағы білмеймін кубок алуға таласамын деп көрсететін дебатерлер бар ма? Қазір біреуін айтсам қалғандар ренжіп қалатын сияқты ше. Там сонда бізді там менсінбейсің ба деп ертең естіп болғаннан кейін, осы подкасттан кейін көп ойнайтындар. Басында келгенде мен сағыныштан қорқамын, типа ертең менімен жағаласатын осы, именно менімен кубокқа таласатын осы деп. Бара бара көбейді ол нәрсе, өйткені мен айналама көп қарамадым, андай менсінбеушіліктер болған кезде мен ойындардан жеңілдім, бірақ мен андай болды, сөзбен мақтанамын, бірақ ойында көрсете алмайтын кездер болды. Жаңағы ғой, мұратхан мырзаның сөздерінен кейін ғой өзгеріп бастаған. Содан кейін қазір Бақдәулет, Мадина, Сабина, Гүлназ, Сағыныш бар. Сосын Әліби. Әлібиді мен тоже андай қатты естімейтін, өйткені ол қазақшасы андай болды басына келгенде. Қатты қазақша сөйлемейді, орысша көп сөйлейді, бірыңғай. Почти кейсінің 80% орысша болды да. Мен қатты естімейтін. Қазақша дебатқа бұл қатты әсер етпейді, тіл тазалығы деген бар. Там сен полный кейсіңді орысша айтып берсең, қазақша дебатта өтпейді деген сондай түсініктер болды. Әлібиді айта аламын қарсылас ретінде. Қазір шығып жүрген бар, енді клубқа кеш қосылғандар бар бізде. Там после жаңа жылдан кейін келгендер бар. Мағжан деген, сен танымайтын шығарсың мүмкін, оны көп көрмедім ау деймін.
естігем. Әлібидің қасында жүреді. Аха. Всегда әлібимен фракциялас болады. Осылар мен қазір айта аламын, типа, келесі жылда таласамын немесе там ахмет ұрпақтарының аламын деп болғанға дейін менімен кубокқа таласатындар осы деп. Бәсекелестік жақсы ғой, жақсы бәсекелестік, здоровый конкуренция болған дұрыс. Бір бірімізді андай көре алмағаннан жақсы да осы нәрсе. Енді конкуренцияға қарама-қарсы, иә. Сен осы адаммен, иә, осы спикермен бірге кейс құраған кезде екеуінің бір жерден шығатын спикерлер кездесті ме? Ойымыз бір жерден шығатын спикерлер Иә, клубтың ішінде. иә, клуб ішінде. Немесе бәлкім клуб сыртында да. Қазір өзімнің клубым ішінде қазір подкаст тыңдап отырғандар бар шығар. Нақты айта салайын, ешкіммен клубтың ішінде кездескен жоқпын перғаштардан. Нақты ойымыз бір жерден всегда ол басқа нәрсе, мен басқа нәрсе айтамын, бірақ әйтеуір біреуміздікі қабылданады кейс. Типа, ой, осыны жаза берейік деген сияқты. Менде соңғы бізде координатор кубогы болғанда мен ғазизамен микс аут еткенмін, сендердегі перғаш қыз. Мен оны 7 айдан кейін көрдім ғой, өткенде там облыстық, сендер Қарағандыға бардыңдар ғой, Қармуға. Сол кезде облыстық болды ғой, сендерде қатар бірге өтті ғой, сол кезде көрдім мен. Ойладым, типа, новенький қыз ба деген сияқты. Сұрасам айтады, басынан бері жүрмін деген сияқты. Мен 7 ай бойы сонда көрмегенмін да, татау жаңағындай менсінбеушіліктің кесірі ма сол кездегі бір. Ғазизамен сол именно облыстық турнирда біз негізгі алаңның финалында отырдық. Сол нәрсені мақсат қылғанбыз, бізге жастар финал керек емес деп. Сол мақсат сол кезде там ойымыз бір жерден шықты. Екеуміз бір нәрсені ойлаймыз, бір жақты қараймын, андай оппозицияның да айтатын нәрсесін, үкіметтің де айтатын нәрсесін бір жақты қарап алып, маған ұнады да, мен емін еркін отырдым. Өйткені андай ойында андай болады ғой, типа, сенің айтып жатқан нәрсеңді қасындағы спикер андай, ол келмейді, қазір әлсіз болып қалады деген бір ойлар айтылса, бір андай ызаланулар болады. Типа, неге өзінше бола берді, мынау өзінікін ғана дұрыс деп санай бере ма деген сияқты бір сондай ойлар болған. Мен клубтың ішінде бірге болған кезде кейбір спикерлермен. Енді менде қазір именно сол турнирда ғазиза тыңдап отырса ғазизаға рахмет айтамын, именно сол турнирде бірге ойнап финалға шейін бардық. И біздің бұл нақты бір жетістігім деп айта аламын. Негізгі алаңның финалына мақсат қойып жетіп сол турнирда финалист атандық. Жақсы. Енді келесі бөлімге өтейік. Турнирлар туралы сөйлессек, иә, дебаттағы турнирлар туралы. Сенің ең алғашқы турнирің туралы. Ол саған қандай әсер қалдырды, қандай резолюцияларды ойнадың? Кейбір спикерлер болады, иә, пікірсайысшылар өзінің ең алғашқы резолюцияларын әлі күнге шейін жаттап жүретін, иә. Сенде ондай кездесті ме? Ең бірінші турнирім Ахмет ұрпақтары Парасат бірге қосылып жасады. 2 күндік турнир. Есімде. Мен Сағынышпен фракция болдым, Қарабері деп сол кезде құрылғанбыз. Мен ол кезде ЛД турнирі болды, жастар арасында. ЛД финал болды, сосын жастар финалы болды. Мен есімде, жастар финалына шықтық. Біз ұтылып қалдық жастар финалында, бірақ мен ЛД-да Ыбыраймен ойнадым. Маған бірінші сол кездегі БПФ-ті білмеймін, БПФ қатты есімде қалмапты. Несі, қарашы, резолюция есімде қалмапты, бірақ ЛД-нікі есімде. Бұл кандидат жараға тұз сепкенді дұрыс деп есептейді. Осы есімде қалған. Өте қатты бір ойландыратын. Сол кезде мен ЛД-ні бірінші рет ойнадым. Философияны жағынан ойландым. Қандай біртүрлі болады келсін. Қасында спикер жоқ. Перваш ретінде қасында спикер жоқ. Бірінші турнирін бір ай болды дебатта. Мен қорқыныш болады екен. Кімнен не сұрайсың? Лучше сол кезде ойландым. Лучше өзімен өзім болған дұрыс. Там не айтуға болады, там ойлан, сен жеке спикер ретінде қазір өзіңді көрсетуге мүмкіндігің бар. Сенің аға буындарың қарап отыр, там басқа біреулер қарап отыр, төрешілер отырған жерде. Сен осы кезде типа мен андай болды, Сағынышқа мен тәуелді емес екендігімді көрсеткім келді. Типа Сағыныш тыңдап отырса, ол менсінбеушілік емес, просто мен жеке спикер ретінде қандай дәрежеде екендігімді белгілі бір деңгейде көрсеткім келді. ЛД финалға шыққанның өзі бір андай мен үшін жетістік болды. Ойлағам, Сағыныш шығатын шығар деп. Ыбыраймен мен ойладым, типа мен өте әлсіз ойнадым ол ойында деген сияқты. Өзімді өзім жей беремін. Сағыныш соңымда жек көреді мені. Өз-өзімнен төмен ойнадым деген сияқты. Жақсы. Осы кезекте саған курста саған турнир, осы турнирді мен жаңағы дебаттағы карьерамның барлық кезеңінде айтып жүрем, оны біліп жүрем деген турнир бар ма?
бар. Ол Павлодарда республикалық турнир. Мен Қателеспесем, ол сенің республикалық турнирің болды, иә? ең бірінші респом болды, иә. Мхм. 2022 жылғы бірінші респом болды. Мен ол ноябрь кезінде болды. Мен 2 ай ол кезде 3-4 турнир ойнап тастадық. ол кезде уже менде шамалы болсын респа жағындай опыт болды. И біз андай болды, спикерлер қасымыздағы ауысып кетті. Осы кезде шындықпен сөйлегенді жақсы көремін. Спикерлер ауысып кетті, мойындау керек. Мен Сағынышпен барғым келген, Бақдәулет Адинамен барғысы келген, бірақ каким-то образом біз Бақдәулет екеуміз Сағынышпен Адина баратын болып, солай фракциялар болып қалдық. И көптен бері ойнамағанбыз. Тіпті мен Бақдәулетпен бізге клубтың түсін айтады, сендер келмейсіңдер деп. Бірақ біз андай мән берген жоқпыз. Ойнап келсек болады, респада көреміз ғой деген сияқты. И біз жастар финалына шыққанда мен андай клубтың чаты болады ғой, любой клубтың ватсапта чаты деген сияқты болады ғой. Мен сол чатқа типа андай голосовойлар жіберемін ғой, шындарына тию үшін андай типа мазақ ретінде келмейді деп айтатын едіңіздер ғой деген сияқты. Біз жастар финалына деп ызаландыру үшін провокация ретінде ғой. Сосын жастар финалына шыққанда мен бір первашты көрдім, который мектеп лигасынан бастап ойнап келе жатқан ашушы үкімет болып жастар финалында ұтып кеткен. Мен сол кезде өзімді жаман жек көріп кеттім кәдімгідей. Есімде қалады, и сол нәрсені әлі де айта беремін. И сол ойыншы мен үшін андай бір пик болып қалды. Осы первашпен мен кездесуім керек бір респада деген сияқты. Ақылжан деген перваш, білетін шығарсың. Ба? Қарағандыда болды. Негізгі алаңның финалына шықпады ма білмеймін, бірақ полуфиналда болған. Есімде көрдім. Сол первашты мен андай пик перваштардың ішіндегі мен үшін пик осымен мен кездесуім керек бір респада деп сол кезде ызаланып кеткен Павлодарда. Сол респа турнирді мен әлі күнге шейін айта беремін. Қандай турниріңіз сіздің мәңгі есіңізде қалады десе, сол Павлодарды айтамын. Ол ыстық махаббатымен қарсы алған сондай бір қала ғой Павлодар деген. Жақсы, Нұрдәулет, және соңғы сұрақтардың бірі, иә. Біз білеміз, дебат ол авторитарлы қоғам. Дебатта, білмеймін, ата буындарға деген жас буындар көбірек барып, мына ата буын мынандай дейді, көптеген іс-шараларды немесе істеу керек істерін ұмытып кетіп жатады, иә. Сенің осыған деген көзқарасың. Мысалға, ол біздің клубтың да ішінде болады. Ата буындар сборға келсе, орта буындарды лақтырып кетеді, немесе аға буындарды тыңдамай кетеді деген сияқты, иә. Сен осы дүниеге деген бір көзқарасың? Мен былай айта салайын, подкаст тыңдап отырғандар түсінетін шығар, дебатта белгілі бір дебат клубының мүшелері былай ғой, әр буын өзінің деңгейін білу керек. Там аға буын емес, орта буын, перваштарды андай түрткілей білетіндер бар. Клубтың ішінде жоқ ондай бізде. Мен көрдім да басқа клубтардан аға буындары, орта буындары перваштарын түрткілей береді. Ана істесе, мына перваштарды перваш ретінде қабылдау керек, түсіну керек. Олар екі жылдық опыты бар немесе 3 жылдық опыты бар дебатта жүрген, белгілі бір клубта, белгілі бір ортаны көрген адамдар емес. Немесе перваштарды қабылдайтын, келесі жылғы перваштарды қабылдайтын қазіргі перваштарға да айтарым, типа келесі жылы келетін перваштарға ондай көзқараспен қарамау керек. Түсіну керек, перваштар ол балмұздақтар ғой, енді келген, өзімнің опытыммен айтып жатырмын да, жаңадан келген балмұздақтар, дым да білмейді олар, ортаны білмейді, кімнің қандай екенін білмейді, қандай турнирдің қандай болатындығын немесе көп нәрселерді түсінбейді да, клубтың саясатын түсінбейді, клубтың ішкі кухнясын түсінбейді. Осы нәрселермен андай перваш кезінде таныстырған дұрыс. Осындай адам бар бізде андай моменттер болған. Мен тіпті өзімнің кейбір аламеттерімді танымай қалған кездер болған. Мен осы кезде мен аға буындарымды кінәладым. Неге таныстырмайсыңдар, неге айтпайсыңдар деген сияқты. Айтқан шығар, возможно, мен мүмкін тыңдамадым деген сияқты ғой. Белгілі бір сондай бір саясаттар жүргізу керек, типа перваштарға андай қатты давка түсірмеу керек перваш кезінде. Оларды дайындау керек, наоборот, ППФ-ті түсіндіру керек, респаға шығару керек, апарып аямау, аға буынсың ба, көрсет өзіңнің аға буын екендігіңді. Ладно, сен көбігін болмай ақ қойсын, бірақ сен тәжірибең бар, опытың бар, сен білесің көп нәрсені оған қарағанда. Сондықтан да первашыңды андай қабылдама, өзің сияқтап қабылдамауың керек. Мен осы нәрсені осы перваш ретінде биыл келесі жылы құдай қаласа орта буын боламыз. Сол кезде мен осы принциптерімді ұстанамын деген бір мақсат қойдым өзіме, мақсат қойып алдым да, келесі жылға құдай қаласа келетін перваштарымды осындай бір принциптермен қабылдап аламын. Бәрі алда ғой, енді көп нәрсені
білмеймін, көп нәрседен тәжірибем болмаса да, бірақ көп нәрсені көрдім деп айта аламын. Жақсы. Осымен біздің бүгінгі шығару аяқталды. Көрермендерге жолдайтын тілектерім болса, немесе лебіздерім болса, айтып өтсең. Барлық тыңдап отқан осы подкастты 8 қарақшы, қателеспесем мен 7 деп жүрмін ғой соны. Қателес 7 қарақшы деп андай жұлдызды айтып жүрмін ғой. 8 қарақшы подкастын тыңдап отқан барлық тыңдармандарға айтарым, оқырмандарға өте мен бірінші подкаст шыққан кезде мен сразу қуандым. Неге осындай шығатын шығар деп үміт болып жүрген, басқа бір үлкен аға буындардың сұхбатын тыңдағым келіп жүрген. Бетпе-бет жүздесу өте қиын ғой, мысалға кейбір аға буындар жұмыстары бар, бара алмайсың, көп кездесе алмайсың, кездескен өзіне уақыт та болмайды да. Мен қатты көп күттім осы нәрсені, тыңдағым келеді, олардың өмірлік опыттары, Қарагөз ханым, Аягөз ханымдардың сенікін тыңдадым, көп нәрселерді түйдім ойыма. Дебатта кейбір дүниелерге деген көзқарасымның өзгеруіне бір себепші бола алды. Осы нәрсені ашқан үшін саған рахмет, Аягөз ханымға рахмет. Осы тыңдап отқан көрермендерге дебат деген қазір бұрынғы стереотипті жойып керек сияқты, біз жойып келе жатырмыз. Байқайсың ба, қазір дебатқа басқаша көзқараспен қарайды, өзгерген. Бұрында келгенде, бірінші келгендегі көзқарас басқаша тұғын. Мен көп негатив естіген басқа адамдардан. Қатын сияқты, еркек емессіңдер ма, қыздар жүрсе, ладно, сендер ше деген көп нәрселер естіген. Қазір норма ретінде қабылдатушы дебат ол андай ойын емес, қыздар ғана жүретін деп, жынысқа бөлінбейді, ол түрге бөлінбейді, белгілі бір нәсілге бөлінбейді, бөлінбейді ешнәрсе. Просто сен еңбектенесің, талантыңды көрсетесің, дебатта сен белгілі бір клубтың негізін қалайсың, кірпішін қалайсың деген сияқты ғой. Мен осы нәрсені айтқым келеді. Саған да рахмет, мені шақырғаның үшін осы 8 қарақшы подкастына. Мені тыңдап отқан көрермендер немесе перваштар болса, бәріне жалынды сәлем. Парасаттың немесе Ахмет ұрпақтарының немесе рудный пікірсайысының мектептер бар, ктл, ниш, көп деген спикерлерді мен таныстарым өте көп, барлығына сәлем жолдаймын. Осы подкаст арқылы дебатта, турнирларда жүздескенше саған лично рахмет. Мен сенен бұрын қорқатын, ойнағым келмейтін, қазір енді қарсылас болып уже ойнағым келеді. Сенмен әлді ойнағым келеді. Сен әлдінің көп естимін, көп білем ғой енді. Қарап жүреміз маңайымызға. Әлдіні сен өте жақсы ойнайсың, прям қатты ойнайсың. Мен әлдінің ойнағым келеді, сенмен бір өзіп ұстағым келеді, ойнап көрейікші деген сияқты. Осы подкаст арқылы ұстап қалғым келген. Жақсы. Осы подкаст жаңағы үзіп тастауымды мен қабылдаймын. Мен ойлаймын, осы 8 қарақшы несінде, YouTube желісінде бәлкім екеуміздің әлдіміз шығып қалады деген үміттемін. Осымен подкастты аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.